Сәлем достар, Вкусняшка каналына қош келдіңіздер. Бүгін красный бархат печеньесін дайындаймыз. Ең алдымен печеньяның начинкасын, кремін дайындап аламыз. Бізге салқын осындай сүзбелі ірімшікпен, қант ұнтағын, шанышқының көмегімен, венчиктің немесе миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз да тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді сары майға бөлме температурасындағы қантты қосып, жоғары жылдамдықта миксермен араластырамыз. Одан кейін жұмыртқаны қосып, тағы да бір келкі масса болғанға дейін араластырамыз. Одан кейін ұнның үстіне аз қопсытқыш, қалауыңыз бойынша тұз қоссаңыз болады, какао және де 1-2 тамшы қызыл осындай бояғыш қосып, миксермен тағы да араластырып шығамыз. Қамыр кішкене қолға жабысқақ болады. Енді видеода көрсетілгендей қамырды алып, жаңағы дайындаған начинкамыз, яғни кремімізді қамырға салып, дәл видеодағыдай осылай шарик жасаймыз. Қатты қысып жібермеңіз, себебі кремі ағып кетуі мүмкін. Одан кейін қызып тұрған пеште пергаменттің үстіне орналастырып пісіріп аламыз. Барлық қажет ингредиенттерді видеоның астына описанияға жазып қойдым. Піскен печеньелерді суығаннан кейін дәмін көріп, шаймен жей берсеңіздер болады. Достар, бұл өте жұмсақ әрі сондай ерекше печенье, міндетті түрде жасап көріңіздер.